кішкентай өрмекшілер адам үшін қауіпті болмауы мүмкін, бірақ бұл өрмекші туралы олай ойлауға асықпаңыз. Бұл видеода өрмекші қабырғада жасырынып отырып кенеттен шабуыл жасады. Оператор қыз шошығаннан айқайлай бастады. Оның қорқынышын түсінуге болады. Оның орнында болғанда кез келген адам солай жасайтын еді. Айтпақшы, мұның бәрі ваннада болды. Бұл жерде керісінше серігу керек, бірақ бұл шақырылмаған қонақ болған кезде қалай серігуге болады? Бұл видеода үлкен өрмекші қабырғада тұрды және ол қауіп төндірмеді, бірақ жігіт өрмекшіге тиісуге тырысты. Нәтижесінде өрмекші оның ваннасына құлап түсті. Бұл қорқынышты жайт. Байыпты түрде елестетіп көріңіз. Өзіңіздің ваннаңызда үлкен өрмекшілер жүрсе, сіз не істер едіңіз? Мен мұндай үйден көшіп кетер едім. Бұл әрекет қайда болды деп ойлайсыз? Әрине, Австралия. Бұл туралы не ойлайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Барлық адамдар өрмекшілерден қашуға тырыспайды.